Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ең бірінші каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. 33-ші тапсырма 1 минут. Отбасында бәрі өз уақытында жүріп тұрғанды жақсы көретін. Тек Талғат қана үнемі кешігіп жүретін. Талғат, кел тамағың түш деп шақыратын шешесі. Қазір 1 минуттан кейін барамын деп Талғат кітабын оқи беретін. Бұл оның әдеттегі жауап еді. Ылғи осылай дейтін. Bir күні мектепте шаңғы жарысы өтті. Талғат шаңғыны жақсы тебетін, бірақ ол жеңімпаз болған жоқ. Оның жолдасы 1 минутқа озып келді. Талғат 2-ші орын алып, үйге көңілсіз болып қайтты. Талғат біраз ойланып, 1 минуттың адам өміріндегі маңызын енді ғана түсінгендей болды. Енді мәтін соңындағы берілген тапсырмалардың алғашқысы мәтін бойынша сұрақ құрастыру. Бірінші, Талғаттың отбасы қандай? Екінші, Талғат қандай бала? Үшінші, жарыстан соң Талғат нені түсінді? Мәтіндегі негізгі ой, әрбір берілген сәтті тиімді пайдаланып, уақыттың қадірін түсіну керек. 1 минут аз уақыт болғанымен көп нәрсені шешеді. Мысалы, Талғат қатысқан сияқты спорттық жарыстарда, тіпті бағдаршамда қызыл не жасыл түстің жануын тосып тұрған кезде 1 минуттың өзі әжептәуір уақыт екендігін білуге болады. Сонымен қатар, кейінге қалдырмай бәрін уақытында істеп үйрену керек. Талғат 1 минуттың маңызын түсінді ме, және оны түсінуге не себеп болды? Әрине, мәтінде айтылғандай, жарыста жеңіліп қалғаны оған себеп болды. Өйткені жарыста жеңімпазды келген уақытына қарай анықтаған болатын. Енді осы мәтін бойынша өз пікірімізді жеткізіп көрейік. Өз пікірлеріңді, өз көзқарастарыңды қалай жеткізесіңдер? Оны ауызша және жазбашада жеткізуге болады. Мысалы, қандай көмекші сөздерді қолдануға болады? Мен үлгісін жазып қойдым. Ары қарай сіздердің өз көзқарастарыңыз әртүрлі болғандықтан, бұны басқалай да жалғастырып жазуларыңызға болады. Мысалы, менің ойымша жаман әдеттерден арылу керек. Бұл сіздің көзқарасыңыз. Мысалы, Талғат шақырса уақытымен келмейтін. Ол оны әдетке айналдырған. Бұл сөйлемдер сіздің көзқарасыңызға дәлел, факт болып есептеледі. Сол себепті жарыста жеңілген сәтте ғана 1 минуттың өзі көп рөл ойнайтынын түсінді. Бұл дәлеліңіз. Қорытындылай келе, мынандай шешімге келдім. Әр нәрсені уақытында жасау керек. Бұл сіздің оқыған мәтінге байланысты шығарған шешіміңіз. Демек, сіз өз көзқарасыңызды білдірген уақытта міндетті түрде өз көзқарасыңызды айтасыз, жеткізесіз өз ойыңызды. Одан кейін неге олай ойлайтындығыңызға дәлел келтіресіз, оны дәлелдейсіз, содан кейін барып сөзіңізді қорытындылайсыз. Мінекей, менің ойымша, мысалы, сол себепті қорытындылай келе, мынандай шешімге келдім деген осы көмекші шаблон, былайша айтқанда сөздерді алып, өз көзқарастарыңызды жазып шығыңыздар. Келесі бізде қарамен берілген сөздер кітабы және жауабы. Бұл екі сөзге жалғау жалғанған кезде түбірлері өзгеріске ұшырап кетеді. Дәлірек айтқанда, дыбыстары өзгеріске ұшырап кетеді. Мысалы, кітабы деген сөздің түбірі кітап, оған деген тәуелдік жалғау жалғанған кезде ұяң б дыбысына қатаң п дыбысы айналып кетеді. Жауабы деген сөзде де дәл солай, түбірі жауап, қатаң п дауыссыз дыбысы ұяң б дыбысына айналып кетеді. 34-ші тапсырма. Сөздерді жұп-жұбымен жазуымыз қажет. Ерік, еркі, орын, орны, көрік, көркі. Бұл сөздерге де тәуелдік жалғауы жалғанғандықтан, түбірлердің құрамындағы дыбыстары түсіп қалады. Берілген ақпараттар сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.